бұлшықеттері алдыңғы және артқы топ болып бөлінеді. Алдыңғы топ бұлшықеттерін бүккіш бұлшықеттер, артқы топты жазғыш бұлшықеттер деп атайды қызметі бойынша. Бұл екі топты толықтай бөліп тұратын, осы тоқпаншіліктің сүйіктісі мен бітісіп өсетін медиалды жағындағы және латералды жағындағы, яғни септум интермускуляре брахи латерале, септум интермускуляре брахи медиале толықтай бөліп тұрады. Екі бұлшықетті, екі топ бұлшықеттерін. Енді алдыңғы топ бұлшықеттеріне келетін болсақ, бұл біріншіден бұл мускус бицепс брахи, иықтың екі басты бұлшықеті. Бұның екі ұзын басы және капут лонгум және капут қысқа басы болады. Латералды орналасқан бұл ұзын басы жауырын сүйегіндегі тубероситас супраглиноидалистен басталады. Сөйтетте бұл сіңірді иық буында айтқанбыз, бұл буын қапшығының ішінен өтеді. Сөйтетте екі төмпектің аралығындағы жүлге сулкус интертуберкулярис арқылы бұл иықтың алдына шығады. Сол төмпек аралық жүлгеден өтетін жерде вагина синовиалис интертуберкуляриспен бұл қоршалып құмталған. Сөйтетте ол алдыңғы бетіне өтеді. Ал қысқа басы жауырын сүйегіндегі процесс каракайдиустен басталады. Сөйтетте екеуі бір қарыншаға міне бірігеді, ортақ бір сіңірге айналады, төменге бағытталады да бұл тубероситас радиге барып бекиді. Қызметі біріншіден бұл шынтақ буында бүгу қызметін атқарады, бүгеді, және иық буында да қозғалыстар жасайды, яғни иық буында бүгеді. Және осы қызметтерді өйткені бұл бұлшықет екі буынға қатысты болғандықтан екі буында да қозғалыс жасайды. Және шынтақ буында бұл бұлшықеттің тағы бір қызметі, шынтақ буында бұлар супинациялайды. Келесі алдыңғы топ бұлшықеті, осы бұлшықеттің астында жататын ол мускус брахиалис, иық бұлшықеті. Бұл негізінен тоқпаншылықтың төменгі 3/2 бөлігінен алдыңғы бетінен басталады, және ол медиалды жағында мана айтып өткен септум интермускуляре брахи медиаледен және септум интермускуляре брахи латераледен басталады. Көрдіңіз бе? Сөйтетте ол төмен қарай бағытталады. Міне шынтақ аймағына шыққанда ол керісінше барады, медиал жақта ол тубероситас ульнаға барып бекиді. Бұның да қызметі шынтақ буынында бүгу қызметін атқарады. Тағы бұл алдыңғы топқа жататын, бұл сапин оқулықтарында бұл мускулус корокобрахиалис, яғни екі басты бұлшықеттің қысқа басымен бірге басталатындықтан содан сәл медиал жатады. Ал кейбір біз әдебиеттерде бұл корокобрахиалисті иық белдеуінің тобына да жатқызады. Сондықтан мускулус корокобрахиалис бұл осы екі басты бұлшықеттің қысқа басы сияқты процесс каракайдиустен басталады. Міне бірігіп кеткен екеуі. Төмен қарай бағытталады да, ол төменгі жағында міне тоқпаншылықтың алдыңғы медиалды бетіне бекейді. Дәлірек айтсақ, бұл криста туберкули минерден басталып, мінекей содан төмен қарай созылып тұр. Және бір бөлігі септум интермускуляре брахи медиалиге келіп бекейді. Бұл бұлшықеттің қызметі иық буында қозғалыстар жасайды. Иық буында бүгет және әкелу қызметін атқарады. Бұл алдыңғы топ бұлшықеттері. Енді иықтың артқы топ бұлшықеттеріне келетін болсақ, бұлар жазғыш бұлшықеттер. Егер артқы тобын қарайтын болсақ, бізге ең үлкен бұлшықет ол көрінетін. Мінекей көріп тұрсыздар, иықтың үш басты бұлшықеті мускус трицепс брахи. Бұлар жазғыштар. Бұның үш басы болады. Қарасақ, міне капут лонгум ұзын басы, сосын капут латерале және оның ішкі жағында капут медиале. Міне үш басты бұлшықет. Капут лонгум ұзын басы, бұл жауырын сүйегіндегі тубероситас инфраглиноидалистен басталады. Бұл өз жолында айтылып тұр, үлкен және кіші дөңгелек бұлшықеттердің арасынан өтеді, мускус терес майор мен минердің арасынан өтеді, сөйтетте артқы бөлігіне шығады. Енді латералды басы, капут латерале, бұл тоқпаншылықтың артқы бетінде сулкус нервус радиалистен латералды және жоғары жағынан басталса, ал медиалды басы және бұл латералды басы септум интермускуляре брахи латералиден басталады. Ал медиалды басы сулкус нервус радиалиден дисталды төмен басталады және бұл септум интермускуляре брахиден екі жақты басталады. Сондықтан осы екі латерал және медиалды басының арасында каналис гумерomускулярис қалыптасады. Бұл жерде медиалды басы латералды басымен жабылып тұрады біршама бөлігінде.
сөйтеді де үш басы да бірігеді бір сіңірге, сөйтеді де олекранный шынтақ өсінісіне келіп бекиді. Бұлардың қызметі негізінен шынтақ буынында жазу қызметін атқарады. Бұдан басқа осының астында орналасатын мускулус анконеус шынтақ бұлшықеті бар. Бұл кейде бұл шынтақ бұлшықетін үш басты бұлшықеттің төртінші басы деп те атайды, өте кішкентай. Ол латералды айдашы үстінен эпиконус латералистен, және біз оқып кеттік шынтақ буында лигаментум коллатерал радиалистен басталады да төмен қарай медиалды қарай жүреді. Астында медиалды жүреді де ол шынтақ өсінісінің негізіне шынтақ сүйектің проксималды жағына бекиді. Бұл да қызметі үш басты бұлшықетпен бірдей.